Шенділердің салақтығынан енді мыңдаған адам баспанасыз далада қаңғып қалмақ. Қаржыны игере алмағандардың қара тізімін Ақмола мен Маңғыстау облысы бастап тұр. Бұл өңірдің басшылары жыл басынан бері құрылыстың жобасы мен жалпы шығын туралы есепті де өткізбеген. Қостанай облысында да мемлекеттік байқаудың өту тәртібіне қаржы полициясы шүйлігіп, салдарынан жалға беріледі деп жоспарланған үйлердің құрылысы әлі күнге дейін тұралап тұр. Ал Жамбыл облысында құрылыс алаңына мердігер мекеме тұрақтамайды екен. Өйткені аталған аймақта құрылыс компанияларына төленетін ақы тым аз көрінеді. Енді жергілікті шенеуніктердің селқос қимылдауынан қазынаның қыруар қаржысы желге ұшпақ. Ең сорақысы, далада қаңғып жүрген мыңдаған қазаққа деп жоспарланған баспаналардың биыл іргетасы да қалынбаған. Биыл бюджеттен жалдамалы пәтерлердің құрылысына деп 27 миллиардтан астам теңге бөлінген. Оның 12 миллиардтан астамы аймақтардың үлесінде. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиеге берілетін баспаналарға деп өңірлерге 30 миллиард теңге қарастырылған. Өкінішке қарай, бірқатар облыстар мемлекет қаржысын тиімді игере алмай отыр. Бүгінге дейін жоспардың 18% ғана орындалған.